Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары, бүгін сендермен функцияның формуламен берілу тақырыбы бойынша 19-1, 19-9 есептер аралығын қарастырамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 19-1 есепте берілген формулалардың қайсысы x-ке тәуелді y функциясын береді дейді. Бізде функциямыздың формуласы, яғни y-тен kx плюс b, сызықты функцияның формуласы бойынша. Енді осы формулаға ұқсайтын қайсы формуланы көріп тұрмыз? Біріншісінде y-тен kx плюс b формуласына келеді, яғни функция. Ал екінші, үшіншісінде функцияға келмейді. 19-2 есепте функцияны анықталу аймағын табыңдар дейді. Енді бұл жерде анықталу аймағы дегеніміз ол dy, және ол x-тің қабылдайтын мәндері. 19-2 есепте берілген есептердің барлығына қарайтын болсақ, мұнда x жанында немесе алымында тұратын болса, олардың қабылдайтын мәндер жиыны, яғни x-тің қабылдайтын мәндер жиынының барлығы нақты сандар жиыны болады. Барлық нақты сандар жиыны, ол дегеніміз минус шексізден плюс шексізге дейінгі аралық деген сөз. Яғни кез келген сан болады. Мысалы, мұнда бірінші есепте анықталуы болса, минус шексізден плюс шексізге дейінгі аралық. Екінші есепте де солай, үшінші есепте де солай, төртінші және алтыншы есепте де солай. Ал енді бесінші есепке қараймыз. Бесінші есепте x бөлімінде тұр, егер сан x-ке бөлінетін болса, яғни x бөлімінде тұратын болса, онда оның анықталуы болса былай табылады. X-тің орнына біз қандай сан берсек те, яғни x-тің орнына 0 қойсақ та, 1 қойсақ та, 2 қойсақ та, қандай сан қойсақ та, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Бұнда бөлімінде тұрған x плюс 2 тең емес 0 болады. Сонда, яғни бөлшектің бөлімі 0 болып қалмау керек. Сонда бұл есептің анықталуы болса минус шексізден минус 2-ге дейін және минус 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Келесі 19-3 есепте x-тің мәндері берілген. Біріншісінде 1782, 1101, 3-тен 2 және 0,3 болса, онда y функциясының мәнін табыңдар дейді. Яғни x-тің орнына мұна берілген сандарды қою арқылы y-тің мәнін табамыз. Біріншісінде 1782-ні қоямыз, оны 3-ке бөліп, оған 8-ді қосатын болсақ, 602 сан шығады. 1101 санын x-тің орнына қоятын болсақ, y-тің мәні 375 шығады екен. Одан кейін 3-тен 2 деген мәнді қойып шығарамыз. Сонда 9-дан 2 плюс 8, 8,9-дан 2 деген мән болады. Және де соңғы 0,3 мәнін қойып есептейміз. 3-тен 1 көбейтілген 0,3 дегеніміз 10-нан 3. 3-тер қысқарып кетеді, оған 8-ді қосамыз. 8,1. Екіншісіне қараймыз. Мұндағы x-тің мәндері 25, 250, 2,5 болса, y-тің мәндерін табамыз. Енді біріншісіне 0,100-ден 1 көбейтілген 25 азайтылған 2,5 болады. Бізде минус 2,125. Екінші x-тің орнына 250 мәнін қойып есептейтін болсақ, 0,100-ден 1 менен 250-ді көбейтіп, одан 2,5-ді азайтамыз. Сонда 0 деген мән қалады. Үшінші 2,5 мәнін қойсақ, 0,100-ден 1 көбейтілген 2,5 азайту 2,5 минус 2,475 болады. Ал үшіншісінде x-тің орнына 40-ті қойып есептейміз. Бұл жерде 8-ден 1 плюс 25% және x, 25% дегеніміз ол 0,125. Яғни 25%-ды 100-ге бөлу арқылы 0,125 аламыз. Және оны 40-қа көбейтіп, оған 8,1-ді қосатын болсақ, 10,8-ден 1 деген сан шығады. Екінші x-тің орнына 100-ді қоятын болсақ, 100-бенен 0,125-ді көбейтеміз, 25 болады, оған 8-ден 1-ді қосамыз, 25,8-ден 1 болады. Және де үшіншісінде 2-ден 1-ді қоямыз, онда 8-ден 1 плюс 25% бенен, яғни 0,125 бенен 2,1-ді көбейтетін болсақ, 8-ден 1. Бұл жерде 4-ден 1 деген жауап қалады екен. Және де соңғысында 8 деген мәнді қоямыз x-тің орнына. Сонда 8-ден 1 плюс 25% көбейтілген 8 және 2,8-ден 1 деген жауап қалады. Енді 19-4 есепте керісінше y-тің мәндері берілген, x-ті табуымыз керек. Y-тің мәндері мұнда 3-тен 1, 10-нан 3, 8 және 30. X-ті табуымыз керек. Ол үшін кәдімгі теңдеу құрамыз. Y-тің орнына мына берілген мәндерді
қою арқылы x-ті тауып теңдеу құрамыз. Сонда 3-тен 1 x плюс 8 тең 3-тен 1. Барлығына ортақ бөлім 3 болады. 3-ті беретін болсақ, x плюс 24 тең 1 деген кәдімгі қарапайым теңдеу шығады. Бұл жерден x-тің мәні минус 23-ге тең. Екінші 0,3 дегеніміз оннан 3-е бөлшекке айналдырған кезде онда 3-ті қоямыз. Барлығына ортақ бөлім 30 болады. Сонда 10x плюс 240 тең 9 деген теңдеу аламыз. Бұл жерде 9-дан 240-ті азайтамыз. Минус 231. Оны 10-ға бөлетін болсақ, 23,1 минусымен шығады. Және де келесі үшінші мәніміз 3-тен 1 x плюс 8 тең 8-ді қоямыз. Барлығына ортақ бөлім 3 болады. x плюс 24 тең 24. 24-тен 24 азайтып тастаймыз. 0 деген мән болады. Соңғы 4-ші 30 деген мәнді қоямыз. Сонда барлығына ортақ бөлім 3. x плюс 24 тең 90. 90-нан 24 азайтамыз. x-тің мәні 66 болады. Екінші есебінде y-тің мәндері 2,5, 0,1 және 25-тен 1. Біздің теңдеуіміз 0,1 азайту 2,5 тең 2,5 болады. 2,5 пен 2,5-ті қосамыз 5 болады. 5-ті 0,1-ге бөлеміз, 50 деген сан шығады. Екінші 0,1 мәнін қойып шығарамыз. Сонда 0,1 x тең 0,1 менен 2,5 теңдіктің екінші жағын өткізген кезде плюс болып өтеді, қосылады. Екеуін қосатын болсақ, 2,1 болады. Оны 0,1-ге бөлеміз, 251 шығады. Келесі үшіншісінде 25-тен 1 мәнін қойып шығарамыз. Бұл жерде ортақ бөлім береміз. Барлығына 25 болады ортақ бөлім. Біріншісінде 4-тен 1 x, мұнда 25 пен 2,5 көбейтіліп 62,5 және 1 қалады. 4-тен 1 x тең 1 менен 62,5 қосылып 63-те 5 болады. Жауабы 254 қалады. Келесі үшіншісінде бізде функциямыз 8-тен 1 плюс 25% x. 25% дегеніміз ол 0,125 дедік, дұрыс па? Y-тің мәндері 4-тен 1, 0,5, 10 болатын болса, x-тің мәндерін табуымыз керек. Бірінші 4-тен 1-ді қойып, есептейміз. Яғни 0,125. X тең 4-тен 1-ден 8-ден 1-ді азайтамыз. Сонда 0,125 x тең 8-ден 1 қалады. 0,125-ті бөлшекке айналдырамыз. Сонда 4-тен 1 ғой, ол 4-тен 1 келесі бетке көбейту болып өткен кезде орны ауысып түсетте 4 болады. Яғни 8 мен 4 қысқарып 2-ден 1 немесе 0,5 қалады. Екіншісінде 0,5-ті y-тің орнына қойып есептейміз. 0,125 x тең 0,5 дегеніміз 2-ден 1 азайту 8-ден 1. Сонда 0,125 x тең 8-ден 3 болады. 8-ден 3-ті көбейтеміз 4-ке. Сонда 4 пен 8 қысқарады, 3 бөлінген 2, яғни 1,5 қалады. Және де y-тің орнына 10-ды қойып есептейміз. Сонда 0,125 x тең 10-нан азайтамыз 8-ден 1-ді. Екеуіне ортақ бөлім береміз, 8 болады. 80 азайту 1 бөлінген 8, яғни 79 бөлінген 8, 9,8-ден 7 мән шығады. Оны 0,125-ке бөлеміз. Яғни 9,8-7-ні 4-ден 1-ге бөлеміз. Сонда бөлшектің орны ауысып түсетте 39,5 деген жауап қалады. 19-да 5-ші есепте x-тің қандай мәнде функцияның мәні 0-ге тең болады. Яғни y-тің мәні 0-ге тең деп қарапайым теңдеу шығарамыз. Сонда 12x плюс 18 тең 0, 12x тең 18 теңдіктің екінші жағын өтіп минус 18 болады. Оны 12-ке бөлетін болсақ, минус 1,5 деген жауап қалады. Екіншісінде 12x плюс 3 тең 0, 3 теңдіктің екінші жағына минус болып өтеді. Оны 12-ке бөлеміз, минус 4-тен 1 болады. Үшіншісінде 3x плюс 8 тең 0, 8 теңдіктің екінші жағына минус 8 болып өтеді. Оны 3-ке бөлеміз, минус 2,3-тен 2 болады. Төртіншісінде 5x плюс 1 тең 0 болады да, 1 теңдіктің екінші жағына минус 1 болып өтеді. Оны 5-ке бөлеміз, минус 5-тен 1 қалады. Келесі бесіншісінде минус 12x плюс 18 тең 0, 18 теңдіктің екінші жағына өтіп минус 18 болады. Оны минус 12-ке бөлеміз, 2 минусымыз плюс таңбаға айналып кетеді, 1,5 қалады. Алтыншысында 4x минус 8 тең 0, 8 теңдіктің екінші жағына плюс 8 болып өтеді. Оны 4-ке бөлеміз, 2 қалады. Жетіншісінде минус 2x минус 8 тең 0, 8 теңдіктің екінші жағына плюс 8 болып өтеді. Оны минус 2-ке бөлеміз, минус 4 қалады. Және соңғы 8-шісінде минус 10x плюс 2 тең 0, 2 теңдіктің екінші жағына минус 2 болып өтеді. Оны 10-ға бөлеміз, плюс 5-тен 1 қалады.
Келесі 19-6 есепте x-тің қандай мәнде функцияның мәні оң болады дейді. Оң болу үшін бізде 0-ден үлкен болу керек, иә? Яғни y үлкен 0 деп, y-тің орнына 0-ден үлкен деген мәнді қойып, біз теңсіздік шығарамыз. Біріншісінде 2x плюс 8 үлкен 0 деп, бұл жерде 8 теңдіктің екінші жағы минус 8 болып өтеді, оны 2-ге бөлеміз минус 4, яғни минус 4-тен үлкен жағдайлар. X тиісті минус 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Екіншісінде минус 2x плюс 8 үлкен 0, 8 екінші жаққа минус 8 болып өтеді, оны минус 2-ге бөлеміз 4 болады, бірақ таңбамыз керісінше кіші таңбаға ауысады, сонда 4-тен кіші аралық минус шексіздіктен 4-ке дейінгі аралық болады. Үшіншісінде минус 2x минус 8 үлкен 0 болады да, 8 келесі бетке плюс 8 болып өтеді, оны минус 2-ге бөлетін болсақ, минус 4 болады, және таңбамыз қарама-қарсы таңбаға ауысады да, минус шексіздіктен минус 4 аралығы болады. Төртіншісінде 2x минус 8 үлкен 0, 2x үлкен 8, яғни x үлкен 4, яғни 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Келесі бесіншісінде 0,1 x плюс 10 үлкен 0, 0,1 x үлкен минус 10 болады. Және оны 0,1-ге бөлеміз 100 болады. Сонда x 100-ден үлкен мәндерге тиісті, яғни 100-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі алтыншысында минус 0,1 x плюс 10 үлкен 0. 10 келесі бетке минус 10 болып өтеді. Оны минус 0,1-ге бөлген кезде таңбамыз қарама-қарсы таңбаға өтеді, 100-ден кіші аралық болады. Сонда x тиісті минус шексізден 100-ге дейінгі аралық. Жетіншісінде минус 0,1 x минус 10 үлкен 0, 10 келесі бетке плюс 10 болып өтеді, оны минус 0,1-ге бөлген кезде минус 100, таңбамыз қарама-қарсы таңбаға ауысады. Сонда x тиісті минус шексіздіктен минус 100-ге дейінгі аралық. Және соңғы 8-шісінде 0,1 x минус 10 үлкен 0, 10 қарама-қарсы бетке плюс 10 болып өтеді, 10 0,1-ге бөлеміз 100, сонда x тиісті 100-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. 19-7 есепте x-тің қандай мәнде функцияның мәні теріс болады. Теріс болу үшін бізде 0-ден кіші мәндер болу керек, яғни y кіші 0 деп есептейміз. Сонда біріншісінде 100x плюс 4 кіші 0, 4 келесі бетке минус 4 болып өтеді, оны 100-ге бөлеміз, минус 0,100-ден 4 болады. Сонда x тиісті минус шексізден минус 0,100-ден 4-ге дейінгі аралық болады. Екіншісінде 4x плюс 100 кіші 0, 4x-іміз тұра береді, 100 келесі бетке минус 100 болып өтеді, және ол 4-ке бөлінеді, минус 25 қалады. Оны сан аралыққа саламыз, минус 25-тен кіші аралық болады. Сонда x тиісті минус шексіздіктен минус 25-ке дейінгі аралық. Үшіншісінде 20x плюс 80 кіші 0, 80 келесі бетке минус 80 болып өтеді, оны 20-ға бөлеміз, минус 4 болады. Сан аралыққа саламыз, минус 4-ті, минус 4-тен кіші аралық болады. X тиісті минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Келесі төртіншісінде 5x плюс 80 кіші 0, 80 келесі бетке минус 80 болып өтеді, оны 5-ке бөлеміз, минус 16 болады. Оны сан аралыққа салған кезде минус 16-дан кіші жақ, сонда минус шексіздіктен минус 16-ға дейін болады. Бесіншісінде минус 2x плюс 8 кіші 0, 8 келесі бетке минус болып өтеді, оны минус 2-ге бөлген кезде 4 қалады, және де таңба қарама-қарсы таңбаға өтеді. Сонда сан аралыққа салған кезде 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болады екен. Келесі алтыншысында 2x минус 8 кіші 0, 8 келесі бетке плюс 8 болып өтеді, 12-ге бөлеміз 4, 4-тен кіші жақ, сонда минус шексізден 4-ке дейін. Келесі жетіншісінде минус 2x минус 8 кіші 0, 8-ді минус 2-ге бөлеміз, минус 4, минус 4-тен үлкен жақ, яғни минус 4-тен плюс шексіздікке дейін. Соңғы 8-шісінде 2x плюс 8 кіші 0, 8 келесі бетке минус 8 болып өтеді, оны 2-ге бөлеміз, x кіші минус 4. Сан аралыққа саламыз, минус 4-тен кіші жақ. Сонда x тиісті минус шексізден минус 4-ге дейін. 19-8 есепте функцияның мәні x аргументінің қандай мәндерінде теріс емес болады. Теріс емес дегеніміз, яғни үлкен немесе тең болады, 0-ге. Яғни теріс емес. Кіші болмау керек, бірақ тең болса да, үлкен болса да, ол айырмашылығы жоқ. Яғни үлкен немесе тең деген белгіні қойып шығарамыз. Біріншісінде минус 3,5x плюс 4,3-тен 2, 4,3-тен 2 келесі бетке өтеді минус болып, оны минус 3-тен 5-ке бөлеміз, сонда 4 бөлінген 3, немесе
1/3-тен 1 қалады. Оны сан аралыққа саламыз. 4-тен 3, одан кіші жақ. Мұнда тұйықталады, боялады, яғни дөңгелектің іші минус шексізден 4-тен 3-ке дейін тік жақшамен жазылады. Екіншісінде 9-дан 5 x минус 14,18-ден 7 үлкен немесе тең 0. 14,18-ден 7 келесі бетке плюс болып өтеді. Оны 9-дан 5-ке бөлеміз. 14,18-ден 7-ні бұрыс бөлшекке айналдырған кезде 18-ден 259 болады. Бөлуіміз көбейтуге алмасқан кезде мына бөлшектің алыммен бөлімі ауысып түседі, яғни 9 бен 5-тің орны ауысып түседі. Сонда 9 бен 18 қысқарып 25,9 қалады. Оны сан аралыққа салған кезде тік жақшамен 25,9-дан плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Үшіншісінде минус 8-ден 7 x плюс 4,7-ден 4 үлкен немесе тең 0 болады. 4,7-ден 4 келесі бетке минус болып өтеді. Оны минус 8-ден 7-ге бөлген кезде мынау таңбамыз қарама-қарсы таңбаға ауысады, яғни кіші немесе тең болады. Мұнда 4,7-ден 4-ті бұрыс бөлшекке айналдырған кезде 7-ден 32 болады. Бөлуді көбейтуге айналдырған кезде бөлшегіміз алым мен бөлім орналасып 7-ден 8 болады, көбейтілгенде 49-дан 256 болады. Сан аралыққа саламыз, минус шексіздіктен 256 бөлінген 49 тік жақшамен қалады. Төртіншісінде минус 1/3-тен 2 x минус 12,5 үлкен немесе тең 0. Мұнда 1/3-тен 2 x-іміз тұра береді, 12,5 келесі бетке плюс болып өтеді. Оны минус 1/3-тен 2-ке бөлген кезде таңбамыз қарама-қарсы таңбаға өзгереді, минус таңбаменен 7,5 қалады. Оны сан аралыққа саламыз, тұйықталады. Тұйықталғанда кіші аралықтарды қамтиды, яғни минус шексізден минус 7,5-ке дейін тік жақшамен. Соңғы 19-да 9-ыншы есепте берілген функциялардың анықталу аймағын табыңдар дейді. Анықталу аймағы дегеніміз ол dx, яғни x-тің қабылдайтын мәндері. Бұл бөлшекпен беріліп тұрғандықтан бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмауы керек. Яғни біріншісінде қараймыз, бөлшектің бөлімінде 5 минус x қой, осы 5 минус x-ті 0-ге тең емес деп алып, x тең емес 5 болады. Сонда бұл жерде 5-ті сан аралыққа салған кезде 5-ке дейінгі аралық және 5-тен кейінгі аралық болады. Минус шексізден 5-ке дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл дегеніміз 5-тен басқа кез келген санды бере аламыз деген сөз. Екіншісінде бөлшектің бөлімінде 8,9 плюс 2x-ті 0-ге тең емес деп аламыз да. Сонда x-тің мәні минус 4,145 болады. Оны сан аралыққа салған кезде осы минус 4,145-тен басқа сандар деген сөз. Сонда x тиісті минус шексізден минус 4,145-ке дейін, минус 4,145-тен плюс шексіздікке дейін болады. Үшіншісінде y-тен x көбейтілген x минус 4 бөлімінде x минус 4, яғни бөлімінде 0 болып қалмау керек. X минус 4 тең емес 0 деп алып, x тең емес 4 болады. Оны сан аралыққа салған кезде 4-тен басқа сандар. Сонда x тиісті минус шексіздіктен 4-ке дейін, 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Және соңғысында y тең x квадрат бөлінген x квадрат минус 7x. X-тің орындағы мәндерін табамыз, яғни x квадрат минус 7x тең емес 0 деп теңдеуді шығарамыз. X шақша сыртына шар жібереміз, x минус 7 қалады. Сонда x тең емес 0, x минус 7 тең емес 0 деп 2 мән аламыз. 0 мен 7-ден басқа кез келген санды қоя аламыз. Жауабы x тиісті минус шексізден 0-ге дейін, 0-ден 7-ге дейін және 7-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Сабақ соңына дейін көргендерің үшін рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.